Мүсірепова Сұлухан Берікқызы Маңғыстау облысы Қарағия ауданы Жетібай кентіндегі оқушылар шығармашылық орталығының киімді модельдеу және тігу үйірмесінің қосымша білім беру педагогымын. Менің педагогикалық ұстанымым: талантты ұстазға дарынды шәкірт, ұстазы талантты болса, шәкірті талапты болады. Қосымша білім беру педагогы балаларға қосымша білім бере отырып, олардың әртүрлі шығармашылық іс-әрекеттерін дамытады. Қосымша білім беру педагогының жұмысының ерекшелігі де оқушылардың шығармашылық қабілеттерін анықтау, олардың дамуына қолдау көрсету, тұрақты кәсіби қызығушылықтары мен бейімділіктерін қалыптастыру болып табылады. Тігіншілік қол мен қиялдың еңбегі, қолөнер еңбектің қайнар көзі. Киімді модельдеу және тігу үйірмелерінің оқушылары өздерінің жасаған жұмыстары мен түрлі сайыстарда жүлделі орындарды иеленуде. Осы 2022 жылдың маусым айында Тараз қаласында қосымша білім беру арқылы заманауи мектептегі STEM жобалау қызметі тақырыбында курстан өтіп, алған білімім мен қосымша білім беру педагогтері арасында кері байланыс вебинарын өткіздім. Пэтчворк техникасы мен пицца құрақ құрап, курстан алған тәжірибемді оқушыларыммен жұмыс жасау барысында қолдандым. Оқушының жетістігі мұғалімнің мәртебесі. Оқушыларым алтын қасына көркем және сәндік қолданбалы өнер бойынша балалар шығармашылығының республикалық көрме байқауында аудан, облыс көлемінде бірінші орын алып, республикаға жолдама алды. Менің басты мақсатым тәрбие мен білім беруде елдің ертеңі болатын білімді, өнерлі, ізденімпаз, мәдени дүниетанымы кең, адамгершілігі мол тұлға қалыптастыру. Ұстаздық еттен жалықпас, үйретуден балаға. Ұлы Абай атамыз айтқан, осы қастерлі мамандық иесі болғанымды мақтан тұтамын.